Бауырларым, бұл үлкен мәселе, бұл ауру, дерт. Бірақ рухани ауру. Ол да емделеді, толық жазылады. Енді емделу жолдарына келсек. Ең алдымен, сіз осы мәселеге қатысты ілімі бар, білікті маманды табуыңыз керек. Бауырларым, қарындастарым, көптеген мұсылмандардың қателесіп жатқан жері мынада. Біз көріпкелдерге, балгерлерге, сиқырмен айналысатындарға барамыз. Ол адам сізге былай дейді: сізге зиян беріп жүрген жынды басқа мықты жын арқылы қуып жіберемін. Ол басқа жынды шақырады. Олар расымен де солай істей алады. Тыңдаңыз, кейбір адамдар солай істей алады, түсінесіздер ме? Алла тағала оларға жынды қолдануға, жынмен байланысуға мүмкіндік береді. Бірақ мынаны түсінуіңіз керек. Ол адамдар жынмен байланысқа түскені үшін қандай құн төлейді, білесіздер ме? Олар діндерін, ақиреттерін сатады. Себебі бұл нәрсеге ие болу, ол нәрселерді пайдалану тек бір адамға берілген. Ол Алланың құлы Сүлеймен пайғамбар алейхиссалам. Алланың пайғамбары Сүлеймен алейхиссалам. Қала рабби хабли мулкан ла янбағи ли ахадин мин ба'ди иннака анта әл-вахаб. Я Алла, маған сондай патшалық бер, менен кейін ешбір адамға ондай патшалық, иелік берілмесін деген. Фасахарна ил-джин. Осыған қатысты нәрсені пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи вассаламның көпшілікке белгілі хадисінен кездестіреміз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам намаз оқып жатқан кезінде жын оны шатастырғысы келеді. Мен ол жынды ұстап алуға шақ қалдым. Ұстап алғанда сіздерге оны алып келіп, таңғы уақытта мешітімдегі бағандардың біріне оны байлап қойар едім. Кейін Мәдинадағы балалар онымен ойнар еді. Лаула анни тазаккарту да'вата ахи Сулейман. Алайда мен бауырым Сүлейменнің дұғасын білемін ғой, деген. Сүлеймен алейхиссалам қандай дұға жасады? Жындар Сүлеймен алейхиссаламға бағындырылған. Оған қызмет жасаған. Ал енді сіз көріпкелге барасыз. Ол жынмен байланысқан адам, ол сізді қалайша емдейді? Ең алдымен сен күпірлік жасайсың. Лиқаули наби саллаллаху алейхи ва саллям: "Ман ата аррафан фасаддақа фақад кафара бима унзила аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям." Хадисте, егер көріпкелге барып, саған айтқан нәрсесіне сенсен, сен Мұхаммедке саллаллаху алейхи вассаламға түсірілгенге күпірлік еттің дейді. Егер сіз көріпкелге барсаңыз, тіпті оның айтқанына сенбесеңіз, оған барғаныңыз үшін ақ намазыңыз қанша күн бойы қабыл болмайды? 40 күн. Бірақ барған адам бәрбір намазын оқуы керек. 40 күн қабыл болмайды, бірақ сіз оны оқуыңыз керек. Енді, егер сізге жын кірген болса, егер сіз жынның тигенінен ауырып жүрсеңіз, сіз ең алдымен білімді маманды, жын шығарушыны табуыңыз керек. Ол кісі сол істің маманы екенін қалай анықтайсыз? Ең алдымен оның ақидасы, Аллаға деген сенімі дұрыс болуы керек. Қандай ақида? Шипаны жалғыз кім ғана береді? Алла. Емделуге қатысты екі нәрсенің маңызы зор. Біріншісі ақидасы, шипа Алладан екенін білуі. Екіншісі Құран оқылуы. Осы екеуі. Біздің жүрегіміз Алла тағалаға байлануы керек. Тек Алла ғана денедегі жынды шығара алады. Бұл мәселеде ақиданың дұрыс болуының маңызы зор. Рақис адамның сондай-ақ жын шайтанға қатысты жеткілікті білімі болуы керек. Джин, яғни күн фахим ли алам il-джин ва шаятин. Ол адам сіздерге жындарға қатысты айтқан нәрселерімізді, жынға қатысты нәрселерді білуі керек. Жын деген не, олар не нәрседен жаратылған, тағы да сол сияқты нәрселерді білуі қажет. Ол адам күнә жасаушылардан болмауы шарт. Және ол адам Алла тағалаға бойсұнатын, жақсы ниетті жан болуы керек. Игі, түзу ниетті болуы маңызды. Егер сіздің ниетіңізде жақсы, мен қазір жынды шығарамын, кейін адамдар мені құрметтеп жын шығара алады деп мақтайды деген сияқты дұрыс емес ниет болмауы керек. Егер бұл сіздің ниетіңіз болса,
Кейде білесіздер ме, кей бауырларымыз жын шығарып жатады. Егер адамға кірген жын христиан немесе яхуди болып жатса, ол жынмен тілдесіп, сен кімсің? Мен пәленшемін. Сенің дінің қандай? Мен христианмын. Оған ислам туралы айтуы тиіс. Кей жындар дінді қабылдап жатады. Машалла, бұл шейх, машалла. Жынға исламды қабылдатты. Сіздің ниетіңіз бағана айтқанымдай, бауырыңызға көмектесу болса, Алла разылығы үшін көмектесу болса, бұл емделудің алғашқы қадамы. Екінші нәрсе, дұрыс шипаны табу. Бұл ауруға ем болатын нәрсе. Егер бұл нәрсені жасамасаңыз, не болады? Көріпкелдер, сиқыршылар, қара сиқыр жасайтындар, бақсы балгерлер ол адаммен айналысады. Ал дұрыс шипаны тек Құран арқылы жын шығарушы рақис қана ұсына алады. Жақсы, қалай емдейміз? Я бауырларым, шипа Құран мен сүннетте. Басқа емделетін жол жоқ. Тек қана Құран мен сүннет арқылы емделесіз. Білетіндер айтады, осыны іске асыруға қатысты 3 қадам бар. Жын шығару үрдісі, одан кейінгі жағдайы және шығару барысы. طيب. Сіз біреудің көмегіне жүгінерден бұрын мына нәрселерді істеңіз. Елестетейік бір сәтке. Сіз ауырып жатқан адамның үйіне кіресіз. Сөйтіп қабырғаларына ілінген тірі жаратылыстардың суреттерін көресіз. Сіз бірден ол суреттерді шығарып тастауыңыз керек. Себебі періштелер үйге кіргісі келеді. Бауырлар, біз қазір ғайып мәселесі туралы сөйлесіп отырмыз. Үй иелері, бұл біздің әкеміздің суреті, оған тиіспей-ақ қойыңыз десе, тыңдаңыз. Егер мен сізді емдегенімді қаласаңыз, сіздерге көмектескенімді қаласаңыздар, онда оны алып тастауымыз керек. Суреттер алынуы керек. Білесіздер ме, осы суреттер себепті періштелер үйге кіре алмайды. Кейін жын адамға кіреді. Үйіңіздегі жаратылыстардың суреттері періштелерге кедергі етеді. Жын тиген кей науқастар, жын кірген адамдар Аллаға серік қосу амалын істеп жүрген болуы мүмкін. Ол кісі көріпкел, бақсы балгерлерге барып, кейін ол көріпкел, емші сымақтар оған тұмар, қорғайтын амулет береді. Жын тиген кісіден үйіңізде кез келген тұмар, амулет бар ма десеңіз, жоқ дейді. Шындықты айтыңыз, үйде тұмар бар ма? Жоқ. Сіз мойындамайыңызша мен тоқтамаймын. Я, біреу бар ана жастықтың астында. Сіз оны тауып алуыңыз керек. Рухияны теледидар қосылу кезде жасамаңыз. Теледидардан кім еді? Кім еді? Уитни Спирс. Өлең айтып жатпасын. Теледидарды өшіріп қойыңыз. Немесе келесі бөлмеде музыка ойнап тұрмауы керек. Науқас адамның жанұясына және науқастың өзіне Аллаға иман етуге қатысты мағлұматтар беруіңіз керек. Ақидамызды айтыңыз. Тыңдаңыздар. Мен қазір тек Құран оқимын. Алла қаласа сіздің балаңыз, қызыңыз немесе әйеліңіз емделеді. Егер Алланың қалауы болмаса, мен тек себебін істедім. Шипа тек Алладан деп түсіндіріңіз. Себебі, егер сіздің себебіңізбен науқас емделіп кетсе, қасында болған туыстарының дұрыс ақидасы болмаса, олар сізді мистер, сиқыршы, немесе керемет әулие деп ойлайды. Сізді көрген кездерінде, «О, ассаламу алейкум шейх, сізді ұстайын, берекет өтсін, сіздің берекеңізге бөленейік» дейтін болады. Расулулла саллаллаху алейхи уассаламның кезінде бірде күн тұтылады, немесе ай. Адамдар күн пайғамбарымыздың баласының Ибрахимнің өлімінен тұтылып жатыр дейді. Сонда жоқ, олай емес. Шамс вал қамар аятан. Алланың 2 аяты. Олар біреудің өлуінен немесе туылуынан тұтылмайды. Сіз білім ізденуші ретінде, ұстаз ретінде, адамдардың бір нәрсені теріс, қате түсініп қалуынан сақтауыңыз керек. Сіз оларды дұрысқа бағыттауыңыз қажет. Тыңдаңыздар. Мен тек Құран оқимын. Шипа беретін тек Алла Тағала. Егер Алла қаласа, менің себебіммен емделеді. Егер емделмесе де, Аллаға шүкір айтамыз. Егер жын тиген адам әйел болса, сіз Құран оқырдан бұрын бұл әйелдің әуреттері толық жабылған ба, соған мән беруіңіз қажет. Руқия жасау барысында әйел қозғалатындай жағдай орын алып жатса, руқия аяқталғанға дейін оның әуреттері ашылып қалмауы керек. Осыған мән беріңіз. Және руқия жасайтын кезде жалғыз болмауыңыз керек. Сіз шейх болғаннан емес, жалпы әйелмен жеке қалуыңызға болмайды. Және оған махрам емес біреуді алып кірмеуіңіз керек.
бөлменің ішінде сізбен бірге қыздың махрамы да болуы қажет. Кейін дұға жасайсыз, дәрет аласыз. Сіз дәретті болуыңыз керек. Және алдын ала әскарларды оқып алуыңыз дұрыс болады. Әскарларды оқыңыз. Егер өзіңізге қорған қоймаған болсаңыз, білесіздер ме, жын ол адамның ішінен шығып, сіздің ішіңізге кіріп кетуі мүмкін. Сондықтан сіз дәретті болуыңыз керек. Намазыңызды оқып алуыңыз қажет, және әскарларды да оқыңыз. Содан кейін барып, науқасқа руқия жасауға кірісесіз. Қазір бірнеше минутта дәрісімізді аяқтаймыз. Науқасты емдеу үшін сіз қолыңызды науқас адамның басына қоясыз. تضع يدك على رأس المريض وتقرأ الرقية. Құраннан не оқуыңыз керек? Тыңдаңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үйге келгенде Айша радиаллаху анха бір әйелге руқия жасап жатқанын көреді. Кейін анамызға былай дейді: القرآن هي ستر ارقها بكتاب الله. Құраннан кез келген жерін оқы. وننزل من القرآن ما هو شفاء. Сіздерге алдында Абу Сағидтің оқиғасын айтып едім. Ол тек Фатиха сүресін оқыған. Ол оны білмеген. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға келгенде, сен оның руқия екенін қалай білдің? الراقية. Құранның кез келген сүресі, аяты яқинмен, нық сеніммен оқылса, шипаны беруші Алла. Сіз руқия жасап жатқан науқастың да сенімі сіздікіндей болса, уайымдамаңыз, Алла шипаны береді. Бірден болмаса да әйтеуір шипа табылады. Құранның кез келген жері. Абдулла ибн Масғуд жын тиген біреуге Муъминун сүресінің соңғы аяттарын оқыған. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الآية. وورد آخر الحشر. Хашр сүресінің соңғы 3 аяты. Мына нәрсені ғалымдар айтқан, бірақ бұл нәрсеге қатысты хадис жоқ. Оқыған Құранның арқылы емделу үшін оқылатын Құран аяттары Ибн Маджада келеді. Әлсіз хадис. Бірақ мына нәрселер айтылады. Әл-Фатиха бірінші оқылатын сүре. Кейін Бақара сүресінің алғашқы 5 аяты. Бақараның алғашқы 5 аятын оқисыз. Алиф лам мимнан أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. дейін. Кейін Сихр аятын оқисыз. Менің не айтып отырғанымды біліп отырсыздар ғой. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Аятул Курси. Бұл 4-шісі. Бақара сүресінің соңғы 3 аяты. Соңғы 3 аяты. لله ما في السماوات وما في الأرض. Муъминун сүресінің соңғы 3 аяты. Соффат сүресін толығымен оқисыз. Жын сүресін толық оқисыз. Хашр сүресінің соңғы 3 аяты. Және 3 құлды оқисыз. قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. Науқастың басына қолыңызды қоясыз. Дауысыңызды шығарып, тәртелмен, жақсы дауыспен оқисыз. Ауырып қалған балаңыз, қызыңыз, немесе әйеліңіздің құлағына оқисыз. Құлағына Құран оқисыз. Осы оқығаныңыз жынды шығарып жібереді, егер ол қарапайым түрі болса. Бірақ басқа жағдай орын алуы мүмкін. Жын сізге сөйлеуі мүмкін. Ішіне кірген адамның тілімен сөйлеуі мүмкін. Кей кездерде жын ішінде болады, бірақ сөйлемейді. Сонымен 3 жағдай орын алуы мүмкін. Руқияны оқығанда алғашқы жағдай жын шығып кетеді. Егер ол кішкентай қиындық, қарапайым жағдай болса. Екінші жағдай жын ауру адамның тілімен сізге сөйлейді. Оның дауысында кішкене өзгешелікті байқайсыз. Сол кезде сен кімсің? Неге харам істі істеп жүрсің? Шық бұл адамның ішінен. Бұл ісің харам. Алладан қорқ. Мұсылман емессің ба? Осылай сұрасаңыз болады. Егер сонда да шықпаса, руқияны оқуды жалғастыра беріңіз. Ал енді адам ішінде жын болып, бірақ сөйлемесе не істейміз? Кей жындар қиындық туғызады, сөйлемейді. Оған қатысты бірнеше белгілер бар. Ішіне жын кірген адамның көздері бақырая ашылады, немесе көздері жылдам жыпылықтайды, немесе дірілдейді, қалшылдайды. Бағанағыдай руқия оқисыз. Я ағайын, осы жерден тоқтаймыз, Алланың қалауымен. Емделудің 3-ші деңгейі, жын неге сіздің ішіңізге кіреді? Оның алғашқы себебі, сіз намаз оқымайсыз. Себебі сіз әскарларды оқымайсыз. Егер жын шайтанның сіздің денеңізден шығуын қаласаңыз,
Сіз Алла Тағалаға оралуыңыз қажет. Осы нәрселерді ішіне жын кірген адамдарға айтыңыз. 5 уақыт намаз оқыңыз, әскарларды оқыңыз. Осы арқылы ғана олардан сақтана аласыз. Бірақ сіз баяғы істеріңізге оралсаңыз, нәпсі жетегінде жүрсеңіз, 5 уақыт намазыңыз болмаса, мені кінәламаңыз. Ешкім сізге көмектесе алмайды.